Ардақ жанкерлер, әрмен қарай жалғастырамыз. Кезекті жұп бүгінгі кеште 72 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін жауынгерлер. Кешірім сұрамын, яғни 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін жауынгерлер Нұрбол Советов пен Мұхаммаддин Шамолов арасындағы жекпе-жек. Нұрбол Советов 21 жастағы Алматы қаласының жауынгері. Міне бірден айқасқа қойып кетті азаматтар. Тәжікстандық жауынгер. Екеуінің рекордтарын айта кетіп сұлақ бірден 0 екен. Екеуінде тең-бетең жауынгерлер деп айтсақ та болады. Лақабаттары да бірден құлаққа естіледі. Қыпшақ пен Торнадо дейді. Қыпшақ дегеніміз өзіміздің азамат, Торнадомыз Шамолов. Қазір енді бір қызығы Тәжікстандық Торнадо қазақы Қыпшақты ұшырып кете алады ма, әлде керісінше ауыздықтайды ма Қыпшақ? Міне осы сұрақ. Қазақстандық жауынгер қазір өзінің қашықтығын өлшеп, соққы жеткізетін нүктесін іздестіруде. Шамолов бір тарапқа қарай, үнемі сол жаққа қарай қозғалуда, жақсы, екі соққы. Ауыр соққылармен алмасуда, бірақ дөп деген соққы көріп жатқан жоқпыз екі спортшының тарапынан. Бір-біріне баталма жүрген секілді. Міне жайып алдың соқпен тәжік спортшының тарапынан дөп дейді. Бұл азаматтардың бір жақсы ерекшелігі деп айтайықшы, жасы жағынан екеуі бір-бірімен шамалас. Нұрбол Советов 21 жаста, Тәжікстан жауынгер 18 жаста. Екі жаққа жайған Советов қазір менің несімен таңғалдырасың деген сыңай танытуда. Тәжікстандық жауынгер де қарап қалмайтын түсінікті. Үнемі тұрысын ауыстыруда, қандай қауіпті соққы қазір. Міне соққымен құлаштарын барып. Мынандай хайки екенді. Ой, қандай қазір құдды бір голливудтық фильмде тамашалап отырғандаймыз, ардақ жанкерлер. Шоу көрсетуде тәжік спортшысы өте керемет. Өзін еркін сезінеді екен, байқалып отыр. Сонымен қатар Советов қазір мынандай жаңбырдай жауған ауыр соққылардан кейін біраз есеңгіреп қалғандай, бірден ақырын ғана күреске тартып көрді. Қарымта әдіске өз түсіп қала жаздады. Енді мына позицияда қарсыласының қолын қаншалықты иемденіп кете алады. Ерекше бір әдістің шетін шығарады ма? Жоқ. Шамолов. Өзі күреске кіріп, бірақ өзі күреске түсіп қалды. Советов. Ол мүмкіндікті пайдалана алмады. Дұрыс, міне соның кесірінен қазір тәжік спортшысына өз арқасын беріп қойған болатын позицияны. Өзінен қайсыз. Әрине қашып соғатырмен шынтақпен жасалған соққы керемет. Құдды бір Забиттің төбелесін көріп жатқан секілдіміз. Керемет. Екі жақта да Забиттің еліктері бар дейсіз ғой, Магомед Шарипов. Ой, қандай жақсы. Мына жас талант енді біраз жерге барады-ау деп өзімен іште ойлап тұрмын, ММА фанат ретінде. Өйткені аяқ алысы өте тамаша Шамоловтың. Мұхаммаддин 18 жаста бар болғаны, Душанбе тумасы. Оның жанында енді қазақстандық жауынгерде қарап қалып жатқан жоқ, барын салуда. Нұрбол Советов ММА-дан шыққан жан-жақта спорт түрлерін бір бойына жинастырған жауынгер ғой. Тағы да екі соққы. Шамол шындығында Торнадо десе Торнадо екен. Мынандай қарқын. Осылай қарқынмен үш раунд жұмыс жасап шығуы мүмкін бе? Міне сол сұрақ туындайды. Бар күшін бірінші раундқа салып жатыр тәжік спортшысы. Міне өйткені мұндай соққыларға әрине күшті қажет етеді. Енді екі жауынгердің жас екендігін ескере отырып, қазір міне бірінші раундтың мойнын беріп қойған секілді. 30 секундта астам уақыт бар қазір. Шамолов өзінің ойындағы әдісін жүзеге асыра ала ма? Берілді. Не деген жекпе-жек? Советов Жұман Сезін сөзіңді естіп қойғандай, ешқандай қиындықсыз құрылған қақпанына өз келіп түсті қазақстандық жауынгер. Соны
жалғыз ғана мүмкіндікті қалт жіберген жоқ. Сөзсіз мықты жекпе-жек. Шындығында енді Торнадо тарапынан біз бүгін шоу тамашалай алдық. Және де шоу жанкүйер жұрт сіздерге де ұнады деген сенімдеміз. Көз алдарыңызда статистика шықты. Қазір енді Тәжікстандық жауынгер жеңісін тойлап, қарсыласына құрметін көрсетіп, қолы көтерілетін сәтті күтеді. Құрметті ағамдар мен мырзалар, рефери Ақтілеу Әскербайұлы бұл жекпе-жек бірінші раунд 4-ші минут 28-ші секундта тоқтатты. Сабмишнмен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Мұхаммад Дамин